Қайырлы күн қымбатты телекөрерменде. Оңтүстік телеарнасында ізгілік мекені хабары. Хабардың жүргізушісі мен Ербек Бакиев. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, Парасат орденінің иегері, ақын, бірнеше кітаптардың авторы Ханбибі Есенғарақызы. Ханбибі апа, ортамызға қош келдіңіз. Биыл бір қала, бір кітап акциясы аясында прозалық жанрда сіздің жібек естелік эссе кітабыңыз еніп отыр. Құттықтаймыз. Жалпы осы кітаптың шығу тарихына, жібек деп аталуына тоқталып өтсеңіз. Жібек кітабы 2018 жылы облыстық әкімнің қолдауыменен жарық көрді. Осы біздің оңтүстіктен 10 автордың 10 томдығы шықты. Ал жібек менің әжем. Сол повестің кіріспесінде айтам, қайран қазақ әйелі, сонау қалмақ жоңғар көтерілісінен, одан кейінгі ұлт азаттық көтеріліс, одан кейінгі ашаршылық, репрессия, ұлы отан соғысы, барлығында да қазақтың ерлері атқа қонып соғысқа аттанады. Сол кезде қарлығаштың ұясындай отанын сақтап, балаларына тәрбие беріп, тіптен баяғы қалмақ жоңғардың соғысында олар жылдап кеткен кезде атқа қонып, аң аулап, балаларын асыраған қазақтың әйелдері. Міне қаншама ғасыр болды, сол үрдіс әлі өзгермей келеді. Менің өзім сол 5-6 класста оқығанымда өзімнің көзім көрген қазақ әйелінің бірі менің нағашы әжем еді. Бұл кітаптың ұзын ырғасы осы сол жібектің басынан кешкендері. Ұлт жанашыры, тіл жанашыры ретінде қазақ тілі қоғамын басқардыңыз кезінде. Қыруар еңбектер атқардыңыз, қаншама мәселелерді көтеріп, осы ұлттың, тілдің мәселесінде жұмыс жасадыңыз. Бүгінгі қоғам, бүгінгі қазақ елі сол ұлттық тілді қаншалықты дамытып, қаншалықты жаңғыртып қолданып жатыр деп ойлайсыз? Енді тәуелсіздік 91 жылы алсақ, біздер 89 жылы облыстық қазақ тілі қоғамы ашылып, біз соның алдын ала тіл мәселесімен айналыса бастадық. Республикалық қазақ тілі қоғамы тіл туралы заңды жасады, соның жобасын жасауға мен қатыстым. Оңтүстік Қазақстан облыстық қазақ тілі қоғамын басқарушы ретінде. Одан кейін тәуелсіздік алдық, бөркімізді аспанға аттық, қуандық. Ол кезде қазақ тілі қоғамы енді жұмысын бастап, мынау өзге кірме ұлттардың өкілдері енді мынау заң шықты, қазақ тілі міндетті түрде мемлекеттік тіл болады деп кәдімгі қанатын жайып келіп қонған қарлығаштардай бізден методикалық құрал, қайтсек қазақ тілін үйренеміз деген ойда болды. Және келіп олардың ешқайсысы қарсылық білдірген жоқ. Әсіресе мына орыс халқы көп болды. Сондай осы мемлекетте тұрамыз, қазақ тілін білейік деген. Ал сол біршама уақыт өткеннен кейін қазақ тілі қоғамының емес, тілдер туралы комитет құрылды. Тілдер туралы комитет құрылғаннан кейін қазақ тілін үйрету әлсіздене бастады. Енді сөздің шынын айтқанда, қазақ тілі мәселесі 100 жыл болды көтеріліп келе жатқанына. Сонау Алаштың ардақтылары Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақыптар, Жүсіпбектер көтерген
тіл, жер, Алаш қайраткері. дін мәселесі әлі күнге орындалмай келе жатыр. Бұл созылмалы дертке айналып кетті-ау деп кейде мен іштей қайғырам. Бір сілкініп, осы мемлекеттің, тұрасың ба, осы мемлекеттің тілінде сөйле деген бір ауыз ғана сөз керек болып тұр. Қазір өзге ұлт түгіл, өз ұлтымыздың адамдары өз тілін ұмыта бастады. Бұл деген үлкен трагедия. Мыңдаған адам қол қойып, үндеу жазып жатыр. Өз тілімізге оралайық деп жатыр. Осының сыры беймәлім күйінде қалама деп ойлаймын. Қаншама кітаптардың авторысыз, өзіңіздің дүниелеріңізді тек қана қала халқы емес, облыс, республикада біледі. Жақында ғана 10 томдарыңыз шықты. Құттықтап өтейін олмен де. Осы 10 томдық кітапқа қандай дүниелер енді осы жайында айтып өтсеңіз, және оның көпшілікке таралуы қалай болып жатыр? Тәуелсіздік алдық деп қуандық қой. Тәуелсіздік қаламгерлерге оншалық қуаныш сыйлай алмады. Сөздің шыны. Қаламгерлер 10 жыл бойы жазған кітабын шығарған күннің өзінде біреуден қарыз алып, ол шыққан күннің өзінде өздері арқалап жүріп сататын дәрежеге жетті. Қаламақы болмады. Қаламақының орнына 100 кітап, 200 кітабыңды міне өзің сатып ал деп өзіңе береді. Сондай қиын жағдайда мынау жалпы адам баласы әр уақытта бір тұйыққа тірелгенде содан шығудың амалын жасайды. Мен осы тәуелсіздік жылдары кезінде 17 кітап жазыппын. Ол кітапты жазамын, шығарамын, сосын оны өзім таратамын. Менің кітаптарым менің бақытымнан ба тез таралып кетеді. Мекемелердің барлығы алады. Сосын жаңағы баспадан шығарылған қаржыны баспаға құямын да, қалғанын мен өзім күн көрем. Міне соған дағдыландым. Сол 30 жылдың ішінде 2 рет мемлекеттік тапсырыспен шығыпты. Ал енді мынау айтып отырған 10 томдығын менің 70 жылдығыма орай Атырау облысы мені кездесуге шақырып, 70 жылдығымды атап бермекші болып, сондай бір іс-шаралар өтті. Сол іс-шараның аясында Атырау облысының әкімі Нұрлан Ноғай менің өлеңдерімді оқып, біз Фаризамен Ақұштаптан басқа ақын жоқ деп жүрсек, мұн жақта біз білмейтін оңтүстікте мықты керемет ақын бар екен ғой, мен риза болдым. Сіздің көп томдығыңызды шығарып берейін деп сүйдеді. Сосын енді мен наным қырамадым. Бір томды шығара алмайтын жүрген адамдар қалай 10 томды бірдей шығарады деп. Сосын айттым, сен қызметіңнен кетіп қалсаң не болады дедім. Жұрт ойланып қалды да, жаңағы нағыз қазақтың қасқа жігіт екен, апа, мен қызметтен кетіп қалсам да шығарып берем деді, сөзім сөз деп. Сонымен атыраулықтар демеуші болып, менің 10 томдығымды ең қымбат баспа Астанадағы Фолиант баспасынан әр қайсысы 20 баспа табақ, алтынымен аптап, күміспен күптеп, 10 000 дана шығарып берді. Ал енді мен 5 000 дананы берген жомарт емес, алған жомарт дейді. 5 000 данасын Атырауға қалдырдым, сыйладым. Себебі солардың қаржысы кетті. Атыраулықтар менің ата жұртым. Ал 5 000 данасы осы облыс бойынша сұраулары бойынша тарады. Өзіміздің қалада, облысты айтпайым, қалада сол 2-3 мыңы қалаға тарады. Сіздерде де бар болуы керек. Жақсы. Кітап дегеннен шығады ғой әңгіме. Жалпы осы рухани қазына, рухани орда деп жатамыз, ізгіліктің мекені, киелі кітапхана шаңырағына
өзіңіз жиі ат басын бұрасыз ба? Уақыт таба аласыз ба кітапханаға келуге? Кітапхана болмаса, кітап оқырмандары болмайды. Кітап оқырмандары болмаса, ақын жазушы кім үшін жазады? Сол себептен менің кітапханамен байланысым о бастан үзілген емес. Мына өздеріңнің кітапханаларымда да мен бірнеше рет, ал 50 жылдығымда, 55 жылдығымда, 60 жылдығымда, 70 жылдығымда сіздер мені құрметпен шақырасыздар, және мынау осы көзі нашар көретін адамдарды мен түсінем, себебі олардың көңілі лайланбаған, олардың көңілі басқаға алаң емес, естігенін көңіліне, көкірегіне түйіп алады. Көпшілігі менің өлеңімді жатқа айтты, сондай-ақ сіздер кітап шығардыңыздар, жаңағы қолмен бір айын дей ма? Саусақпен сипалап оқу. Иә. Сондай етіп менің кітабымды шығардыңыздар. Сондай-ақ мынау дискетке дыбысталған түрін жасадыңыздар. Сондай жақсы оқылды. Жаңағы көптеген тірлік жасадыңыздар. Сондықтан мен сіздердің кітапханаларыңызға өте құрметпен қараймын, сыйлаймын. Өмірде жалған деп жатамыз. Жалған өмірде кейде шынайылықты іздейміз ғой. Өзіңіз жалпы өлеңдеріңізді оқысам, шынайы дүниелерді көп кездестіремін. Ақынның қаруы қаламында, ойы өлеңінде десек, сіздің шығармаларыңыз шыншыл. Бір сөзіңізді шындыққа қарай жүздіммен деп те айтып жатасыз. Жалпы жиі өтірікке көп алданасыз ба? Және сізге өтірік айтқан адамдарға қаншалықты кешіріммен қарайсыз? Ой, мені күнде алдайды. Күнде алданам. Бірақ ақын деген батыр сияқты аңғал болады ғой. Оны ойбай мынау мені алдады ғой, екінші рет алданбайын деп ойлайсың ғой. Бірақ қалай алданып қалғанын тағы сезбей қаласың. Осы өзіңнен құрттай адамдар бір әңгіме айтса, соған нанып қалам. Мен өйтемін, мен бүйтемін дейді ғой. Сонымен ертеңіне ұшты күйлі жоғалады сол адамдар. Енді ол да Алланың жаратқан пенделері ғой. Алданатын да, алдайтын да адамдар өмірдің, ұзақ өмірдің бір көрінісі ғана. Ал енді мен алдағанға да мінездегі кемістіктеріне жалпы адамдардың кешіріммен қараймын. Қазақ әдебиетінде ақын қыздар өте көп деп айтуға да болады. Соның ішінде Фариза Оңғарсынова, Арыштап Бақтыгереевадан кейінгі шығармашылықты шыңдап жүрген өзіңізсіз. Өзіңізден кейінгі ізіңізден ерген қандай ақын қыздардың өлеңдеріне көңіліңіз толады? Және ауыз толтырып мақтанып кімдерді айтасыз? Мына жерде жаңағы апаларымның атын айтқаннан кейін есіме түсіп отыр. Мынау кітап жазу, өзіңнің ойыңдағы шығармашылығыңды бере білу, ол өз шаруаң. Ол ақынның өз шаруасы, ол өз еңбегің. Осы жерде бір айта кететінім, былтыр 2020 жылы Алаш ардақтыларының шығарған 26 жылдары Ақжол деген газет болды. Сұлтанбек Қожанов басқарып. Сол 100 жыл болды былтыр. 7 желтоқсан күні 100 жылдығы болды. Сол 100 жылдығына орай мен 25 томдығын шығардым. Бұл тарихқа, ғылымға, әдебиетке, жалпы баршаға арналған кітап болды. Бұл енді менің тәуелсіздіктің 30 жылдығына жасаған сыйым болды. Бұл 25 томды шығару оңай емес.
оның архивтерден іздеу бар. Ол кезде кітаптардың барлығы 20-шы жылдары өзің білесің араб әліпбиімен шықты ғой. Сол араб әліпбиінен кириллицаға транскрипция жасау. Сөйтіп оны менің 12 жылғы өмірім соған кетті. Ал енді қазір шығып жатқан ақындар бар. Мәселен, мен осы оңтүстік өңірінен бірінші Бақытжан Алдиярды айтқан болар едім. Өте логикасы, тілі бай. Сондай-ақ қыздар да қалыспай қалам тартып келе жатыр. Осы жақында 30 жылдықтың аясында мүшәйра өткіздік. Сонда Арайлым деген қыз Мұраталиева бас бәйгені алды. Жас ақын. Иә, өлеңдері өте жақсы. Сонау Алматыда тұратын Мағиза деген болашағынан үлкен үміт күттіретін ақын бар. Енді танылып қалған мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Гүлнәр Салықбаеваны айтпай кетуге болмайды. Сол жалпы Мөлдір, Ақбота, Өскелең ғой. Өскелең, осы біздің Шымкенттің өзінен Үміт күттіретін ақын. бір шоғыр қыз ақындар жақсы бағытта қалам сілтеулері мені қуантады. Ханбибі апа, тағы да бір сұрақтың реті келіп отыр екен. Сізді кез келгенге күле кетпейтін, салмақты, қаталдық келбеті бар тұлға деп жатады. Жалпы өз болмысыңызды өзіңіз бір ауыз айтып өтсеңіз. Адам әр уақытта бір қалыпты болмайды. Өзенде кейде тасиды ғой көктемде. Мәселен, жел соғады, табиғаттың құбылысы, барлық құбылысы. Қар жауады, жаңбыр жауады, жел соғады, күн шығады, қар ериді, жасыл желекке бөлінеді. Осының бәрі адамның бойында бар нәрсе деп ойлаймын. Себебі адам да табиғаттың туындысы, Алланың пендесі. Сондықтан менің мінезім қатал, не болмаса менің мінезім жұмсақ, кереметпін деп айта алмаймын. Менің мінезім де жаңағы шынын айтқанда кейде ноқтаға басым сыймайтын, басым піспейтін, өтірікшілерді, жағымпаздарды, екі жүзді адамдарды көргенде менің бір тулайтыным бар. Теңіздей толқып, жаңағыларды толқынмен шайып кеткім келетін мінездерім. Жаныма жат дейсіз ғой. Жаныма жат дейсіз ғой. Иә, жаныма жат, жалпы адамзатқа жат қасиеттерді көргенде мен жүрегімде шындық шыңғыратыны рас. Рахмет, әрдайым өз биік белесіңізде бекем тұғырлы тұра беріңіз. Шығармашылығыңызға табыс тілейміз. Қымбатты көрермендер, эфирде ізгілік мекен хабары болатын. Бүгінгі біздің қонағымыз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Алаш әдеби сыйлығының иегері, ақын, Парасат орденінің иегері атанған ұлт жанашыры, тіл жанашыры Ханбибі Есенғарақызы болатын. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Алдағы хабарда қайта қауышқанша аман сау болыңыздар.